эксперттердің дені алдын ала сұрақтардың барлығын тіпті жауабына дейін дайындап алсақ деген ұсыныстарды айтады да, бірақ сізбен өтетін біздің талқымыз ерекше. Маған да сондай талап қояды, сен дайындалма деген. Өмір сәтінде болады. И адам сол сәттің ішінде болу керек. Сыртында емес. Егер сіз дайындалсаңыз, сіз жауабын дайындасаңыз, ол жауап дұрыс па, бұрыс па? Ол қалай шығады? Яғни анализ жасайсың. Анализ жасайсың. Ал сен қайдан білесің оны? Сен білмейсің. Білмей өмір сүру керек. Мен білмеймін, болды. Адамның болмысынан шығу керек әр нәрсе. Шындық шығу керек. Шындық сол кезде шығады ғой. Мен тек қана ешкімді қорғамаймын. Ешкімге жөн үйретпеймін. Ол менің жұмысым емес. Мұна сыртқы дүниеде болып жатқан әркімнің өмірі, әркімнің жағдайы, ол оның жолы. Ол жолды мен қалай дұрыс деп айта аламын? Қалай мен бұрыс деп баға бере аламын? Оған мен қақым жоқ. Қақым жоқ мен. Ол әр адамның жолы, ол құрметпен қаралу керек. Сыйлану керек ол жол. Өйткені оны Құдай алып жүр ғой. Сол жол оған керек. Сол қиыншылық керек. Сол жағдай керек оған. Сондықтан осы сәтпен өмір сүр дейсіз ғой. Иә. Ертең не болады, бір сағаттан кейін не болады, біз білмейміз. Солай емес па? Өмір солай. Өмірдің ағысы деген солай ғой өзі. Көп рахмет. Қадірменді көрермен, сіздердің де көкейлеріңізде дәл осы сәтке қатысты сұрақ болатын болса, онда осы видеоның астына пікір алаңына жазыңыздар, өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісіңіздер. Біз алдағы подкасттарда сол тақырыптар туралы тереңірек әңгімелессек, осы көрермендерден келген сұрақтардан бір хабар дайындасақ, қалай қарайсыз? Міндетті түрде келсем, қазір адамдардың көбі қиыншылық тартып жүр, өмірінің басынан өткізіп жүр әр нәрсені. Соны тек қана санамен ғана түзеледі. Өмір санамен түзеледі. Өмір сыртқы дүниемен түзелмейді. Сыртқы құбылыс ол Алла Тағала жаратқанның берген саған сабағы. Ал сабақтың түйіні ол сіздің түйсігіңізде, түп санаңызда шешіледі. Бүгінде тағы осы санаға соқпай кетпейміз. Дайынсыз ғой? Дайынбыз, Құдай қаласа. Ал ендеше эфирімізді бастайық. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, аман есенсіздер ме? Жаңа сананың жаңа хабары, сана студиясындағы хабары жалғасуда. Бүгін біздің студиямызға тұрақты қонағымызға айналып үлгерген сана трансформаторы Руслан Ахметов. Біздің студияға келімді кетімді эксперт көп, азаматтар көп, елдің бәрі сұрап жатыр. Мына кісі кім, мына кісі әңгімесі жақсы екен деген секілді. Ол өзіңізге де, жекеңізге де шығатын шығар. Сіз кімсіз, немен айналысасыз, не айтып отырсыз, бұл қайдан келіп жатыр деген секілді. Өйткені әңгімелеріңіз мына кітаптың ішіндегі әңгімелерге ұқсамайды. Яғни бір сарында емес, күтпеген жауаптар айтасыз. Менің аты жөнім Ахметов Руслан, мен Семей қаласының тумасымын. 20 жылдан артық өзімді зерттеп, өзімнің санамды зерттеп, өзімнің ішкі жан дүниемді зерттеп, көп жылдар бойы жүрдім. Сол тәжірибемен, сол біліміммен, сол ішкі күйіммен арқасында қазір менен көп нәрсе шығып жатыр. Өйткені барлығы тәжірибеден, сүзгіден өткен нәрселер. Мен ешкімді жақтамаймын өз жұмысымда. Ешкімді бұрыс деп айтпаймын, дұрыс деп айтпаймын. Ешкімді ешқайда жетелемеймін. Әркімнің жолы, жаңа айтып кеттік қой, дара жол. Қанша халық бар, қанша адам бар бұл өмірде. Әркімнің жолы дара жол. Сол дара жолды сізге мына жарық дүниені Алла Тағала ашқан кезде сіздің жолыңызды ашып берді, салып берді. Сіз сол жолда жүріп өтуіңіз керек бұл өмірде.
өміріңізде не болса да, қиыншылық болса да, жақсылық болса, жамандық болса да, бәрін басыңыздан өткізіп, жаныңыздың сезініп, соны жібермейінше, Мгм. сіз оны ешқашан түсінбейсіз. Бүгінгі біздің көтеретін тақырыбымыз ол ата ана мен бала арасындағы қарым қатынас. Кіріспе ретінде сіз өзіңіз қандай бала болдыңыз және қазір қандай әкесіз? Менің әке шешем, менің балалық шағым совет өкіметі кезінде өтті. Мгм. Ол 70-ші жылдары, 80-ші жылдары болды. Енді ол кезде, ол заманда біздің балалық шағымыз қалай болды? Біз тек қана неге бағындық? Жүйеге бағындық. Сен оқымасаң адам болмайсың. Қандай ұғым сезімдер болды? Сен біреудің алдына түспе, сен ананың айтқанын істе, сен осы жолмен жүр, сен мына жолмен жүр деп бізге бір жүйе салып берді. Сол жүйемен біз жүрдік. Оны мен кейін түсіндім. Неге мен солай болдым? Неге мен мынандай болдым? Менің неге өмірімде осындай жағдайлар болып жатты? Мен 20 жыл өзімді зерттеген адаммын. 20 жылдан артық зерттедім мен өзімді. Әр нәрсені, әр кезде, әр жағдайды өзімнің басымнан өткізіп қана мен бір тұжырымға келе бастадым. Сол тұжырымдар міне қазіргі таңда менің адамдармен жұмыс істеуге, олардың санасында не болып жатқанын түсінуге мүмкіншілік тудыртып отыр. Қандай бала болдыңыз? Қандай әкесіз деген? Мен жаңа айтып өттім ғой, адамның өмірінде жақсы да жаман да жоқ. Мен айта алмаймын. Мен мына жерім жақсы болды, мына жерім жаман болды деп. Адамның жаны жақсы мен жаманды өтпей, ол ешқашан біреудің білгені, біреудің айтқаны сізге болмайды. Бұл сұрақты неге қойып отырмын? Өйткені көп ересек адам өмірдегі басты проблемасын ол бала күнінен іздейді. Неге? Енді сіз шырылдап осы дүниеге келдіңіз. Жарық дүниенің есігін аштыңыз. Сіз бірінші кімді көресіз? Ең алғаш дәрігерден әкеңізді, шешеңізді көресіз. Солардың дауысын естисіз. Сол уақыттан бастап адамның санасы қалыптаса бастайды. Әкең не істеді? Шешең не істеді? Олар не жеді? Не қойды? Неден қорықты? Неге бара алмады? Не істеді? Бәрі сіздің санаңызда жазылады. Түйсігіңізде жазылады. Ол 7 жасқа дейін қалыптасады. Неге біз 7 жаста баланы мектепке береміз? Ол да уже есептелген нәрсе. Адамның түйсігі қалыптасады 7 жаста дейін. Ол әке шешенің әр айтқан сөзінен, әр істеген әрекетінен пайда болады. Мамандар айтып жатады, осы бала ата-ананың айтқан сөзін емес, ішкі күйін сезінеді деп. Сіз де соған бағыт бағдар беріп өттіңіз, 7 жасқа дейін соның бәрін сіңіреді деп. Яғни ішкі күй ғой айтып жатқаныңыз. Ол процесс қалай жүзеге асады? Енді қараңызшы, сіздің тудыңыз, дүниеге келдіңіз, әке шешеңіз арақ ішіп жүрсе, олар ұрыс жанжал болып жатса, балада не қалыптасады? Қорқыныш. Отбасы деген бұл осындай ұрыс қырылыс болу керек деген ұғым қалыптасады. Ол бала отбасын құра алмауы да мүмкін. Құрғанның өзінде ұрыс жанжал тудыруы мүмкін. Өйткені оны көріп өсті. Оның санасында сондай мағлұмат бар. Ол жұмыс істейді. Сіз қанша жерден жақсы болам дейсіз, қанша жерден көңілін табам дейсіз, бәрібір сіздің түйсігіңіздегі бағдарлама өзінің жұмысын атқарып тұрады. Демек қайталанады. Қайталанады. Ел не дейді деген қорқыныш
бала кезден пайда болады көбінде. Мгм. Не үшін? Енді тарихқа үңіліп өтсек, біздің өзіміздің салт дәстүрімізде бар көп нәрсе. Бізге алдыға шықпа, үлкенді сыйла, ананы тыңда, мынаны бүйтпе, мынаны сөйтпе деген әңгімелер өте көп. Яғни тыйымдар. Тыйымдар. Мгм. Ол біздің ата тегімізден, ата бабамыздан, әке шешемізден келе жатқан дүние. Сіз дүниеге келген кезде оларды не көрді, олар не жеді, олар неден қорықты, олар неден істей алмады, неге бара алмады, нені түсіне алмады, бәрі сіздің ішіңізде жүреді. Сіз сол бағдарламалармен өмір сүресіз бұл өмірде. Ал оны адам түсінбейді. Неге мен солай істедім? Неге менің тағдырым осылай болды? Неге маған мынандай қиыншылық келді деп өзіне сұрақ қояды. Бірақ ол сұрақтардың түбі біздің тамырымызда жатыр. Мен сол тамырлардағы түйіндерді шешу арқылы ішкі жан дүниеде адамның жанына демеу беремін. Өткен хабарымыз осы қаржы тақырыбына арналған. Мәселен, баланың кіші кезінде ата-анасы бар тәттіні, бар жақсыны беріп өсіреді. Десе де әңгіме арасында айтып қаламыз, бұл ақша оңайға келмейді, бұл қиындықпен келген ақша деген секілді сәттер болады. Білгім келгені, осындай бір үрей ата-ананың бойында бар, және балаға соны естіртіп тұр. Ол сол баланың ертең азамат болып қалыптасар шағында қаржылық потогына әсер ете ме ондай жайттар? Әрине. Жаңа алдында айтып өттік қой, енді адамның бүкіл өмірінде болып жатқан жағдайлар, ситуациялардың барлығы ол түйсігінде болып жатқан дүние. Мына өмір сізге соны түсіну үшін беріледі. Жарық дүние. Сізге әр ситуация, әр жағдай ол не үшін келді? Иә. Өзіңе сұрақ қой. Өзіңе. Неге келді? Мен не істеуім керек? Нені түсінуім керек? Маған көбі айтады, мен ішкі жан дүниеме қалай түсем деп. Мен қалай түсінем енді? Не жатқанын қайдан білем деп. Өзіңе келу, өзіңді түсіну, өзіңді тану, өзіңді білу, өзіңнің ішіңдегі ресурстарыңды ашу. Соның барлық тиымдар, мына тиымдар ішкі жан дүниеде, мына түйсікте блок болып тұрады. Ол ашылған сайын адамның санасы кеңей береді. Қазір көп квантовый скачок дегендер бар ғой, Иә. Квантовый скачок, тағы да не дейді, мотивация, олар жұмыс істемейді қазір. Қазір заман басқа уже. Заманға сай жүру үшін қазір күйді дұрыстау керек ішкі. Ішкі күйіміз біздің түйсігімізге байланысты. Бір адамдар болады, жетістікке жетсе де өзін жеткіліксіз сезінеді. Яғни тағы да бірдеңе істеу керек, тағы да бір нәрсе істеу керек деген секілді. Бұның түбінде осы бала кездегі бір көңіл қалауының дұрыс орындалмай қалуы, немесе ішкі қалауларын жеткізе алмай қалуы жатыр деп айта аламыз ба? Жетіспеушілік не жетпейді бізге? Сіз өзіңіздің отбасыңызда өзіңіздің әке шешеңіз дүниеге алып келді, сол жерде балалық шағыңыз өтті, бірдеңе алғыңыз келді. Шешеңіз айтты, жоқ, болмайды бұл. Мен өз басымнан айтайын, менде бір үлкен арманым болды, балалық шағымда бір спортивка кию. Крутой спортивка. Телевизордан көресің, анадан көресің, балалық шағымда. Әкем қалаға бара жатқан кезде біз список жазатынбыз. Анаға мынау, мынаған анау деп. Ол кезде ауылда ештеңе жоқ, қаладан алынатын бәрі. Қалаға әкем барған кезде мен сол спортивканы жазып өтедім. Сол спортивканы мен ала алмадым өмірімде, балалық шағымда. Кейін мен неге спортивка ала берем, үстіне ала берем десем, менің сол балалық шақтағым жетіспеушілігім тұрады.
ол маған өмірімде ақшаға ысырап болып жатты. Мен оны кимеймін де даже. Мен бере салам. Алам да, киемді бір бере салам. Көрдіңіз ба? Бірақ нәрсе. А біздің ішімізде балалық шақта жетіспеушілік деген миллиондап жатыр. Миллиардтап жатыр. Біреу тәтті жей алмай өсті. Қазір тәтті көп, тәттіге отырып алған. Неге адамдар тәттіге құмар? Неге оларда артық салмақ? Ол балалық шақта қалған дүние ғой. Барлығы балалық шақтан келеді. Бүгінгі біздің қозғап отырған негіз тақырыбымыз бала тағдыры деп сізге айттым ғой. Иә. Бала тағдыры адамның өмірінде үлкен әсерін береді. Бәрі балалық шақта жатады. Иә, үлкен әсер етеді деп жатсыз. Балаға біз айтамыз, үндеме дейміз, жылама дейміз, ұят болады дейміз. Жалпы осындай бір сөздер көп қой, енді тыйым сөздері. Тікелей қалай әсер етеді дәл осы сөздер? Мәселен, жылама деу, ұят болады деу, үндеме деу, осы үшеуін тарқатайықшы, жиі айтылатын сөздер ғой. Үндеме деп, міне маған келеді адамдар, мен айтам, эфирға шығыңызшы, пожалуйста, айтыңызшы, бір-екі ауыз сөз, сіз менен нәтиже алдыңыз, жұмыс істедіңіз деп. Ел не дейді дейді. Ұят болады дейді. Бұл қайдан келе жатыр? Біздің ата бабамыздан, ата тегімізден келе жатқан дүние. Біз тек қана сынауды ғана, сын айтуды ғана білеміз. Иә. Сырттан жатып алып. Ал өзіміз шығып, елдің алдында ішіңде не бар? Соны айтуды, жеткізуді біз әлі білмейміз, оған жетпей жатырмыз. Сіз көріңіз, жасаңыз. Ано диванда жатып жаза салады ғой комментарий. Иә. Жауапкершілік жоқтың нәрсесі ғой. Маған көп нәрсе жазылады. Жақсысы бар, жаманы бар. Жақсысы да бар, жаманы да бар. Әртүрлі нәрсе жазылады. Мен бірақ оны біреуін құлағыма қыстырмаймын. Неге? Әркімнің жолы әртүрлі. Әркім өзінің даму жолында жүр. Түсіну жолында жүр. Бір азаматтар болады, махаббатын дәлелдеп өтеді. Бұның астарында не жатыр? Неге біреуге өзін дәлелдегісі келеді? Ол сенімсіздік па бұл жердегі, өз-өзіне деген? Дәлелдеудің астарында не жатыр? Адам өмірге дәлелдеу үшін келе ма? Әлде өзін түсіну үшін келе ма? Вот осы екеуін шатастырып алдық қой біз. Дәлелдеу ол көп күш алады. Дәлелдеу. А нені дәлелдемекшісің сен? Кімге дәлелдемекшісің? Иә. Өзіңе дәлелдегің келе ма? Өзің түсін. Не істеп жүрсің? Кімге істеп жүрсің? Өзіңе істеп жүрсің ба? Халыққа істеп жүрсің ба? Или көріну үшін істеп жүрсің ба? Әр нәрсе адамның жанның тыныштығы үшін істелу керек. Вот өзің тыңдау деген сол болады. Өзіңе қайту деген сол болады. Дәлелдеу ол күресу. Ал күрес ол үлкен күш алады. И ол күштің арты, ол дәлелдеудің арты сізге ұнай ма, ұнамай ма, бәрібір жаратылыс орнына қояды. Осы жақында біз Қабатов бауырымыз жөнінде, Мөлдір келініміз жөнінде бір сұрақ болды. Дәлелдеу. Иә. Міне соның мысалы. Мен енді о кісіні жамандап отырғам жоқ. О кісіге сын айтып отырғам жоқ. Мен о кісілерді танымаймын да. Екі жақты да. Екі жақты да мен жақтамаймын. Мен білмеймін. Мен көргеніме
өзімнің ойымды айттым. Ол жерде сұрақ болды, жаңа студияның басында айтып кеттім ғой. Иә. Неге сіз шыдадыңыз 15 жыл деген? Болды. Неге шыдадыңыз? Не мәжбүрледі сізді ішіңізден шыдауға, дәлелдеуге? Вот адамның негізгі проблемасы сол жерде жатады. Соны нақтылап әр адам өзінің ішіндегі түйінін аша білетін болса, сол кезде ғана өмір өзгереді. Өмір күреспен емес, өмір жанның тыныштығымен өту керек. Түсінікті. Жаңа хабар басында біз әңгімелестік, үйде әкесің, үйде жарсың деген секілді. Ер-азамат болғаннан кейін көбінде түзде жүреміз. Қазақтың емес, жалпы енді әлемдік, жалпы еркекке тән дүние ғой түзде. Иә. Осы жерде бала мен әкенің арасында қарым-қатынас жайлы сұрағым келіп тұр. Энергиясы оның болашағына қаншалықты әсер етеді? Керемет сұрақ. Ұл бала дейсіз ғой енді. Иә, соның тағдырына. Енді менің көршім бар. Көршімнің 2 ұлы бар. Мен қараймын. Екі ұлдың 2 әйелі бар. Енді 2 әйелдері бар. Енді ол қалай, сіз ойлайсыз, олар өзінің, допустим, ұлдары кейін қалай болады? Ол сол отбасындағы екеуінің поведениесін алады. Қимыл әрекетін алады. Олардың арасында қандай отношение болды? Допустим, әкеңіз бен шешеңіздің арасында. Тура сондай қылып алады. Мен оны көріп жүрмін да, мынандай екен ғой. Маған, мен өзі, адам келеді ғой өзі, 1-2 ауыз сөз айтқаннан кейін мен оны түсініп тұрам. Көріп тұрам мен. Сезіп тұрам. Мына адамның проблемасын. Жаңа сіз айтып өттіңіз ғой, ол қалай болады деп. Ол адамның өзінің сөзінен ақ білінеді. 2 сөйлем сөйлесінші өзі. Болды. Әкенің энергиясы баланың тағдырына қалай әсер етеді? Баланың тағдыры, ұл баланың тағдыры, ол әкеге тікелей байланысты. Әкенің ұл бала не айтты, не істеді, сонысын көреді. Ол әкенің балаға айтқан сөзінен емес, әкенің не істегені, не айтқаны ана ұлға сіңеді. Не айтқаны, не істегені. Егер оның әкесі бір жұмыста 50 жыл істеп, өзін өзі көрсете алмай, өзін өзі дамыта алмаса, ол да тура сондай болады. Өйткені оның санасында не тұрды? Шектеу тұрды. Ол шектеу қайдан келді? Ата тек ата бабадан келді. Тектен келе жатқан дүние ол. Біздің қазағымызда тектен келе жатқан шектеулер өте көп. Өте көп. Тарихқа бойласақ, жалпы қазақ өзі көшпенді халық болған. Белгілі бір шекараға бағынбаған. Байырғы ата бабаларымыздың қандай өмір сүргенін жақсы біліп өстік. Яғни шектесіз айтып отқанда шектеусіз өмір сүріп өскен. Ал енді бізден кейінгі ұрпақ бізді көргеннен кейін қалай болады ол? Қазіргі қоғамдағы шектеулердің барлығын көргеннен кейін мүлдем шектеліп қалмай ма? Жалпы болашақ бұлыңғыр емес пе деп сұрағым келеді. Тағы да оны айтып өтетін болсақ, ол адамның санасына байланысты. Өмір қиындап кетті дейді ғой қазір. Қиыншылық неге көбейіп кетті деп. Сол шектеулерді біз өзіміздің санамызда, түйсігімізде бар екенін сезбей жүрміз. Содан кейін адамның өмірі қиындап кетеді. Адам өмірдің ағысында жүріп, сәтінде жүріп, сол жерде өзінің еркін жүру керек қой. Бақылаумен.
әр сәтте, әр минутта, әр секундта, әркімнің сөзінен. Біз қайда жүрміз? Біз далада жүрміз. Иә. Адам ішінде жоқ. Ішіндегі адам ол сыртқы құбылысқа кірмейді. Бізде жаңа айттым ғой, чиновниктер кінәлі емес. Заң кінәлі емес. Адамдар кінәлі емес. Кінәні біреуге арту ол ең оңай жол. Ол жауапкершіліктен кету. Өзіңнен ізде. Өзіңді таны. Өзіңді аш. Сол кезде өмірің түзеледі. Ал сен біреуді жамандап отырсаң, біреуді үгіттеп отырсаң, біреуден себеп іздеп отырсаң, әр сөзінен, сен сол жерде жүресің. Санадың шектеуі деген сол. Айналайындар. Сана шектеумен қатар қорқынышпен, яғни ол өзінің емес, осы анасының қорқынышымен өсетін балалар бар. Шектеу бөлек. Қорқыныштың салмағы одан да ауырлау. О баланың тағдыры қалай болады? Осы алдыңғы подкастымызда бір рилс болды. Әйел адам босанған кезде ол жасарады деп. Оны бәрі қалай түсінді? Физически Иә. жасарады деп. Бірінші туып көр деген сияқты комменттер Тісім оқып түсіп қалдым. қалды, ішім шығып кетті, фигурам өзгеріп кетті, қайдағы жасарған деді. Мәселенің түбі о жерде. Жасару деген сіздің ішкі жан дүниеңіздегі әйел адамның жан дүниеңіздегі ауыртпашылықты бала алып шығады бірге. Сіздің ішіңізде не болды? Қандай қорқыныш болды? Егер балаңыз алып шықпаса, сіз босанбасаңыз, ол ауыртпашылықта сіздің өміріңіз не болатын еді? Бір Құдай біледі. Бала сіздің ауыртпашылығыңызды алып шығып тұр. И сол бала сізді не істейді? Алдайды. Сөйтіп көп аналар не істейді? Өзінің ішкі жан дүниесіне бара алмайды. Баламен алданып жүреді. Баламен алданып жүреді. Ол түсінбейді. Бала адамның айнасы. Ішіңде не бар? Біреудің баласы лудоман болып кетеді. Біреудің баласы наркоман болып кетеді. Біреудің баласы ысырап қылады. Біреудің баласы ақша таба алмайды. Ол баланың проблемасы емес. Ол түбегейлі әке шешенің проблемасы. Ол сіздің ішіңізден не істеді? Алып шықты бәрін. Сіздің ішкі жан дүниеңіздегі дүние ол балаға кедергі болып жатыр. Маған көп адамдар келеді. Мен балам осындай деп. Мен айтам, сізде балаңызда проблема жоқ. Проблема сіздің түйсігіңізде тұр. Мен көп әйелдермен жұмыс істедім. Балаңыз қашан бақытты болады? Бала үшін өмір сүреді ғой бәрі. Иә. Қашан бақытты болады балаңыз? Балаңыз машина алып бергеннен, оны оқытқаннан, оған квартира алып бергеннен бақытты болмайды. Балаңыз бақыты сіздің ішкі жан дүниеңіздің осы өмірде бақытты болуыңызға тікелей байланысты. Егер сіз бақытты болмасаңыз бұл өмірде, балаңыз бақытты болмайды. Бақыт ол сезілетін дүние. Ол сезіммен балаға берілетін дүние. Соның құндылығы сол жерде жатыр. Жаңа айтып өттіңіз ғой. Бала кезде бар жақсыны ата-ана береді.
сол арқылы беру арқылы ата ана баланың жауапкершілігін алып қоймай ма? Осы күні жауапкершіліктен қашатын ер азаматтар көп. Соған қатысты сұрақ қойғым келеді. Бәрін алып беріп. Енді балаға не керек? Балаға кішкентай кезінде, жас кезінде, балалық шағында оған қорғаныш керек, солай ғой? Қорған бола білуің керек балаға. Бала өзін қауіпсіз сезіну керек. Қауіпсіздік беруіңіз керек, бірінші. Екінші не бересіз? Тамағын тауып бересіз. Үшінші не бересіз? Киімін тауып бересіз. Осы үш дүниені беріңізші. Үш дүниені. Қауіпсіздік, тамағын, киімін. Қалғанына сіз жауапкершілік алмайсыз. Қалғанын оның жаны өту керек бәрінен. Мен жаңа айттым ғой, осы 1-2 минут қана болды. Балаңызға үй алып беріңіз, квартира алып беріңіз, ананы алып беріңіз, мынаны алып беріңіз, бәрі ол бақытты болмайды. Сіз бақытты болмасаңыз. Бақытты өзіңізден бастаңыз. Жауапкершіліктен қашатын ер азаматтар қайдан туып отыр? Осы бала кезінен емес пе? Мен айтып отырғаным сол ғой. Барлығын беру арқылы балаға ата ана тіпті өзінің тамағын өзі ішпейтін балалар бар ғой. Қазір көресіз, ел ішінде жүресіз, үлкен сауда ойын сауық орталықтарына барған кезде бала отырады, бүйтіп телефонда. 4-5 жастағы бала ғой енді. Анасы соның аузына келіп тамақты беріп жатады. Мынаны жей қойшы, мынаны бүйте қойшы. Осы арқылы ертең ол баладан қандай жауапкершілігі бар ер азамат туады деген. Ол енді істеп отырған ата-ананың ішінде тұрған түйін ғой. Ол сөйтіп кішкентай кезінде оны көрмеді, балалық шағында. Оны баласына беріп отыр. Ол әке шешесінен сондай не күтті? Мейірім, махаббат күтті. Мейірім, махаббат біздің алдыңғы қатардағы әке шешеміз, ата бабамыз ондайды көрмеген. Ол жетіспеушілік біздің бойымыздағы. Сол жетіспеушілікті мына балаға беріп жатыр. Ол неден тыс болып жатыр, артық беріп жатыр. Ол ішіндегі адамның өзінің жетіспеушілігі. Ата-ананың жетіспеушілігі ол. Өзіңе жаса. Өзің той. Бала ол өзі тояды. Өзіңді дамыт. Өзің бақытты бол. Бала өз бақытын табады. Өз жолын өз жүреді ол. Ол да пенде. Ол да жанның иесі баласы, балаңыз. Алла тағала тек қана сізді жаратты сол арқылы, сіз арқылы, баланы. Ол 17 жасқа толғаннан кейін сіз жауапкершілік алмайсыз. Бізді 30-40-қа дейін менің балам, менің келінім деп анау жауапкершілік алу деген осы міне. Ана бір американский кино болған. Мен соны көрдім. Таңертең баласы 17-ге толған күні. Американский кино. Балам, сізге бір подарка дайындап қойдық, далада тұр дейді. Баласы қуанып кетеді. Баласы қуанып кетеді да далаға шығады. Машинені подарить еткен шығар әке шешем деп. Ештеңке жоқ. Далаға шығады, ештеңе жоқ. Анау балконнан қарайды. Не подарка деп? Рюкзагын лақтырып жібереді. Өмірді сыйлады ғой. Сенің өмірің өзіңе тиесілі, өзің жауапкершілігін қайда барсаң онда бар. Үйден қуып жібереді. Біз бала жандымыз дейміз ғой қазақтар. Ол бала жандылық емес. Сіз балаңызға 30-40-қа дейін, 50-ге дейін көңіл бөліп, оның өмірі қалай болады, оның анасы қалай болады, ішкі кернеуде жүретін болсаңыз, сіз балаңызға жақсылық ойлап жүрген жоқсыз. Сіз балаңыздың тағдырын байлап жүрсіз. Оған мүмкіншілік бермей жүрсіз. Бұл дүние наоборот жұмыс істейді.
өткен тақырыптардың бірінде біз осы әйел тақырыбына да ойыстық. Сонда пікір алаңынан көрермендер мынандай бір сұрақ қойған екен осы кезде. Неге кей әйелдер өзін бағаламайтын еркектерді таңдай береді деп. Сол сұрақ қойып отқан азаматтың маңайында бәлкім өзі сол ситуацияға жиі тап болатын іспетті. Әйелдер не дейсіз? Өзін бағаламайтын еркектерді таңдай береді дейді. Неліктен деп. Әйел бірінші өзін бағалап білу керек. Сіз егер бізде салтымызда бар ғой, дәстүріміз, еркекті сыйлау керек, еркекті бүйту керек, еркекті көну керек деп. Енді ескі бағдарламалар біздің бойымызда әйел адамдарда көп жұмыс істейді. Алдына шықпау керек, сөйтпеу керек, бүйтпеу керек деп. Қазір заман бөлек қой. Қазіргі заманда еркек те әйел де бірге даму керек. Бірге өсу керек. Мен осы отбасының несімін деп еркек жата беретін болса, әйел оған көңіліне қарап көне беретін болса, өмірлері не болады олардың ертең? Шыдап бір күні жарылады ғой. Әйел жан жарылады ол. Жарылып жатыр ғой деп ойлаймын мен қазір. Жарылып жатыр, иә. Соның салдарын көріп жүрміз ғой біз қазір. Ол бала үшін жүгіреді. Әкем, балаларымнан әкесіз өспесін деп. Может, сіздің балаңыз әкесіз өмір сүру үшін келген шығар. Сіз қайдан білесіз? Может, Құдайдың сондай жоспары бар шығар сіздің балаңызға. Ол жанның иесі сол өмірді өту үшін келген. Ал сіз оған кедергі жасап тұрсыз. Оны кешірмейді Құдай. Мен енді қазір менің сөзімді естіп барлығы отбасынан айырылып кету деп мәселе жоқ бұл жерде. Отбасы еркек пен әйел дамымаса, ол жердің отбасының болашағы болмайды. Ол жүре бергеннен пайда жоқ ол. Бір-біріне көніп, бір-бірінің ас үстіне түсіп, өзіңді алдап жүргеннен пайда жоқ. Ақшаға қатысты мынау тапшылық дейді ғой, программа. Осы балаға қалай өтеді? Осы күнгі негізгі сұрақтардың бірі деп ойлаймын. Өте орынды сұрақ, керемет сұрақ десек те болады. Қазір бірінші байлық денсаулық дейді. Иә. Екінші байлық не дейді? Ақжаулық дейді. Ақжаулық. Үшінші байлық онсаулық. Иә. Сөйтіп айта береді бізге. Біздің осы сөзімізде жатыр ғой. Біздің тегіміздің бағдарламасы сонда жатыр. Көңіл болса бәрі болады. Адам сыйласу керек. Сыйласу керек. Көңілін түсінуге керек. Бірақ енді сол әрекет сізден болып тұр ғой. Барасыз ба, бармайсыз ба? Сізге таңдау қойылып тұр ғой. Ана жолда айттым. Ақшаң болмаса, сенің денсаулығың бола ма? Болмайды. Ақшаң болмаса, сенің тамағың бола ма? Болмайды. Тағы да айтамын. Ақшаң болмаса, сенің дүниең бола ма? Болмайды. Ақша құрал. Ол Құдайдың жаратқанның берген құралы. Сіздің өміріңіздегі сіздің тұла бойыңызда қасиетіңіз мына елге, қоғамға қалай беріліп жатқан нәтижесі ақшамен өлшенеді. Айналайындар. Ақшамен өлшенеді. Ақшаң жоқ па? Сенің пайдаң жоқ. Қоғамға, халыққа, адамдарға, мына жаратылысқа сенің пайдаң жоқ. Сен ішіңдегі, жан дүниеңдегі өзіңнің қасиет қабілетіңді бере алмай отырсың.
бітті. Ол анау сыйластық, көңілі, анау мынау деген ол бос әңгіме. Жалпы адам өзін қай кезде жоғалтады? Мәселен, бір кісілер айтады, бала үшін өмір сүру. Жаңа бері айтып жатырмыз ғой, балам ішсе, жесе деген секілді. Осы жерде адам өзін жоғалта ма? Біреу үшін бір дүниені істеген шақта. Біздің қазағымызда қазір, қазақтың әрбір отбасында бала үшін өмір сүру деген бағдарлама тұр. Сіздің өміріңіз. Сіз отырмыз алдымда. Кімге берілді? Әр адамның өзіне. Сізге берілді. Солай ма? Өмір сізге берілді. Иә. Ал ол өмірді қалай өмір сүру керек? Сіз ішкі жан дүниеңіздегі қабілет қасиетіңіз дамыту үшін, соны ашу үшін берілді ғой сізге? Или бала үшін берілді ма? Жоқ, әр адам өзіне жеке берілді. Жеке берілді, жеке дамуың үшін ғана берілді. А бала үшін өмір сүру ол қате ұғым. Бала сіздің қалай дамисыз, қалай ақша табасыз, қабілет қасиетіңізді қалай ашады, соны көріп өседі бала. Ол сонан кейін ары қарай өзінің өмірінде соны не істейді? Жалғастырады. Сен балаңды оқытпа, өзіңді оқы, өзіңді оқыт. Балаңа бизнес ашып берме сен. Өзің аш, өзің көр. Өзің жасаш, көрсет. Тап ақша. Нәтижесін көрсетсен. Сен өзің нәтиже көрсетпей, ана балаға үміт арту деген ол қате, ол өз жолынан кету деген сол болады. Сен қалай ақыл үйретесің, сен өзің қолыңнан боқ келмесе? Сен ақылың не керек ол балаға? Боққа қажет жоқ қазір ақылдың. Ақыл деген ютубта, инстаграмда, тиктокта толып жатыр. Алатын ақылын алады ол. Сен көрсет, сен жаса, сен жүр, сен шық, сен айт, сен өзің қабілет қасиетіңді бер, соны ақшаға айландыр. Вот сол кезде сен өз жолыңда жүресің. Баланың тағдырына араласпа сен, Құдайдың жұмысы ол. Ол Құдайдың рөліне кіру. Балаға ақыл үйретіп, оған жөн үйретіп, оны жетелеу. Балаң үшін өмір сүрме. Мен нақты шындықты айтамын, ақиқатын айтамын. Көп адам сол жерде адасып жүр. Маған бір әйел келді, 50-ден асқан. 50-ден асқан. 10 жасында не істеген ол? Осы қызым өскенде мені бағады, мені сүйтеді, мені бүйтеді деп санасына құйып тастаған кішкентай жас кезінде. Балалық шағында. Ол әке-шешесі жоқ қазір. Сол жауапкершілік ішіндегі жоқ адамда жүр. Әке-шешесі өмірден өтіп кеткен. Бірақ ішінде түйін болып қалып қойған. Руслан деді, мынаны мен білмей өтіп кетуім де мүмкін еді ғой дейді. Ол кісіге қалай көмектестіңіз? Жауапкершілігін мен әке-шешесінің жауапкершілігін өзіне алған. Бағыттадыңыз. Өзіне кіргіздің. Сен өз өміріңе жауапкершілік ал. Әке-шешеңе сен жауапкершілік алма. Көп қазір балалар солай жүгіреді. Сен әкеңе машина алып бер. Сен шешеңе үй алып бер. Мына мен қара басымнан өткен дүние ол. Екеуін бақытты қыла алмадым. Шешем үй алып бердім. Әкеме машина алып бердім. Бүлдемен бүлдеге орадым. Екеуі де бақытты болған жоқ. Оны сезіне алмады олар. Бақыт демек ол
көлік пен үйдің маңайында емес дейсіз ғой. Бір өлең бар ғой, бақыт деген ол бақытты болып жүру. Бақытты болып жүру үшін ол өзіңе сен мотивация емес, аффирмация емес, көмектесетін. Сенің ішкі жан дүниеңде күйің, сенің состояние дейді ғой орыстар. Ішкі жан дүниең ғой, сенің тірегің ішіңде, өзіңе деген сенімің. Өзіңе деген сенімің. Бұл дүниеде Құдай саған қалтаңа ақша салып бермейді. Дүниені әкеп сен үйіңе кіргізіп бермейді. Сен не істейсің? Сен барып өзің аласың. Өзің сол ақшаны жасайсың. Ол өзіңе сенбеу, оның бәрінен бас тарту. Өзіңе сенім жоқ па? Бітті. Сен құладың. Шүкір Алла, Құдай береді, анау мынау деп отырғандардың, мен шындықты айтам, айналайындар. Шүкір Алла, Құдай береді деп отырсаңдар, сіздер ешкім ештеңе бермейді. Құдай Алла Тағала сізге тек қана мүмкіншілік берген. Мына жарық дүниеге келіп, осы жерде жүріп, мына ауаны жұтып, мына өмірді көру саған үлкен мүмкіншілік. Сенің болмысың үлкен мүмкіншілік. Ал отырып сол мүмкіншілікте жүріп, еще Құдай береді деп отырған адамды мен түсінбеймін. Ол қате ұғым. Менің ойымша. Әркім қалай түсінеді, әркімнің жолы әртүрлі. Оны көрсін, өтсін, көзі жетсін, содан кейін келеді. Жаңа айтып қалдыңыз, бір әйел азаматшаның тағдыр жайлы ата-анасынан өткен программа. Бұл 80% адамда бар жайт деп ойлаймын. Көп ата-ана өзінің орындалмай қалған арманын балаға телейді. Менің балам болашақта осындай болады деген секілді. Неге олай істейді ол кісілер? Баламен сөйлесу керек қой енді бұл жерде. Сен кім болғың келеді, не істегің келеді деген іспетті. Өйткені әр адам өз жеке бөлек бір индивид. Әрине, ол балаға жауапкершілік арту, оның сен сондай боласың, сен мұндай боласың деп уже үйреткен ол Құдайдың жұмысына араласу. Құдайдың жоспарына араласу. Қайдан білесің сен оның кім болатынын? Может, ол президент болғысы келетін шығар. Сен оған айтасың, сен аэропортқа барсайшы, таможняға кіріп ал, қолына ақша деген жетеді. Сол жерде отыра бересің. Ал ол ақша оған бақыт әкеле ма? Ол оныкі ма? Сен сол жерге кіріп бар, бір диплом алып аш өзі. Біздің тәрбиеміз қандай? Ол анау, мен жаңа айтып өттім ғой, өзім балалық шағым Совет үкіметі кезінде. Сен дипломсыз адам емессің дейді. Ол кезде сондай ұғым болды. Ол әрқайсысында бар қазір. Үлкен әкешелер оқу дейді. Оқып алады да жүреді, дипломы керек жоқ. Дипломы бір жақта, өзі бір жақта жүреді. Қазір қанша адам жүр? 3 дипломы бар, 4 дипломы бар, бірақ қалтасында көк тиын жоқ. Ондайлар көп. Академиктер бар. Шалбарлары уже мынау жапырақ сияқты мынандай. Бір шалбармен жүр. Аш киім мынандай. Білім деген жетеді, бірақ ақша жоқ. Ол не деген сөз? Ол мына өмірде өзін таныта алмады. Шығара алмады ішіндегісін. Оған кім кінәлі? Адамның өзі ғана кінәлі. Басқа ешкім кінәлі емес. Кінәні өздеріңнен іздеңдер. Бала күндегі травма адамның денесіне әсер ете ме? Жоқ әлде санасына ма? Біздің осы жаңа айтып отырмыз ғой енді, түйсік, түпсана деп, травма деп. Оның барлығы біздің информация болып, түйсігімізде қалыптасады деп, түйсігімізде қалады деп. Түйін қалады ол жерде. Ал информацияның барлығы денеде сақталады ғой. Әр клеткада сақталады.
Вот, допустим, біз айтамыз ғой, рак ауырып қалды деп. Рак негізі ненің салдарынан болады? Адамның өкпесі ашылмай қалған. Біреу өкпелейді, болды. Ол клетка өкпелеп қалды. Клеткасы өкпелеп, сол жерде жинала береді. Енді күнде жинала беріп, күнде ол өкпе тұра берсе, ол не болады ішінде? Шірейді ғой. Сол сияқты ғой. Денеде болады ғой процесс. Сенің физикаңда қан тамырларының барлығын, ас қорыту системасын барлығын басқарып тұрған түйсігің ғой. Ол жерде 7 миллиард операция жүреді секундына. 7 миллиард түйсікте. Ол түйсік ұйықтамайды ол. Ол 24 сағат суткасында жұмыс істеп тұрады. Түйсігің ұйықтады ма, адам өледі, бітті. Ояну деген процесс деген ана жолы айттық қой біз. Түйсік ол толып алғанда ғой наным сенімдерге. Ол істеп тұра береді ол. Сенсіз ақ. Сен санамен қанша аффирмация жаса, қанша мотивация бер өзіңе. Түйсік өзінікін алып жүреді, ол сананы тыңдамайды да. Неге кей адамдар ересек болса да, іштей бір кішкентай бала секілді өмір сүреді, өзін солай ұстайды. Тоймай қалған ба олар балалыққа? Жоқ. Адамның балалық шағында дүниеге келген кезде ол не күтеді? Мейір, махаббат күтеді. Әр бала. Мейір, махаббат ала алмай қалады ғой. Сол жерінде сана тоқтап қалады. Ол сол санамен мына жерде мейір, махаббат іздейді ғой. Біреуге көңілінен шығу үшін, соның мейірімін алу үшін, біреуге ақша береді, соның вниманиясын алу үшін, біреудің бірдеңесін жасайды, содан махаббат алу үшін. Қыздар да, ұлдар да сол жетіспеушілікпен жүр ғой. Мейір, махаббат болмаған ғой. Ол біздің әке шешемізден келе жатыр. Ол анау совет өкіметі кезінде анау қайдағы махаббат? Сабағыңды оқы бар. Оқымасаң адам болмайсың дейді. Қазір менің қатарластарым, менің замандастарым бәрі сабақ іздеп жүр әлі. Ол анау 10-шы класста, 8-ші класста қалып қойған ғой. Сабақ іздеп жүр әлі. Мына өміріндегі сабақты олар түсінбейді. Оларға бірдеңе оқу керек. Бірдеңе түсіну керек. Менің қазіргі тұжырым сенің білгеніңнен, сенің түсінгеніңнен, сенің көргеніңнен пайда жоқ. Қазір заман бөлек. Мен сияқты қазір пайда болды адамдар. Шыға бастады ақырындап. Сананы өзгертетін трансформаторлар. Түйсігіңдегі бағдарламаны солар өзгертеді. Содан кейін сенің өмірің өзгереді. Қазір сен біліп, оқып, анау уақыт жоқ. Уақыт шектеулі. Жалпы сананы қанша уақыт аралығында трансформациялауға болады? Уақыт жоқ деп отырсыз ғой, өзі оқып, ізденіп, дамытқанға. Сіз секілді мамандарға жүгіну керек. Иә. Адам өзінің ішкі жан дүниесіне түскен кезде ол процесс жүре бастайды. Тезірек жүреді. Сіз әр өміріңізде не болып жатыр, не келіп жатыр, не қойып жатыр, уже анық көре бастайсыз. Мына екен ғой деп. Уже әрекетіңді өзгерді. Ойың өзгерген кезде уже адамның сөзі өзгереді. Сөз өзгерген кезде әрекет өзгереді. Сен ойың өзгермесе, сен өзгермейсің ешқашан. Сен анау жақсы екен деген сенің ұғымың бар ғой. Ол ұғым жұмыс істеп тұрады ғой. Оның жақсы жаман екен сен қайдан білесің? Может, ол жақсы шығар. Жақсы көрінетін шығар. Иә. Саған жаман дүние, может, жақсы шығар, қайдан білесің? Сен білмейсің ғой.
Анау Сократтың несі бар ғой, философиясы. Мен білмеймін. Болды. Мен адамдармен жұмыс істеген кезде мен білмеймін деймін. Болды. Мен қайдан білемін сені? Мынау қанша тұрады, анау қанша тұрады, санамды қашан уақытта өзгертеді. Мен ананы қалай өзгертуім керек? Мен қайдан білемін? Маған келдің, жазылдың. Неге дайынсың сен? Қандай өзгеріске дайынсың? Қандай қиыншылық болып жатыр өміріңде? Давайте реально жұмыс істейік. Ол процесс тоқтамайды. Мына өмір қанша шексіз болса, адамның санасы да сонша шексіз. Ол тоқтамайды. Ол шегіне жетпейсіз сіз. Мынаны өзгертіп бақытты болып кетем деген адам жоқ. Ол процесс. Ал баланың тағдырын өзгерту үшін ше, ең бірінші нені өзгерту керек? Өзіңді өзгерт. Ата-ана. Баламен айналыспа. Балаға ақыл үйретпе. Баланы дұрыс жолға түсірем деп әуре болма. Өзің кел. Өзіңмен жұмыс істе. Мен 50-ден асып кеттім ғой. Мен жетімді жедім, ішерімді іштім. Енді осы балалар өмір сүрсін деген ол қазіргі таңда келмейтін дүние. Кәрі жасқа қарамайды. Маған жақында 79-дағы апа келді. 2 қызы бар екен. 3 қызы бар ма? Есімде жоқ. Атын айтпаймын мен. Ішкі жан дүниесін деген. Ол кісі түсінді. 80-ге келген адам. Менің мынау басымдағы дүние кетпегенше, менің балаларым бақытты болмайды екен ау деді. Мен айттым, менің аудиториям, менің жұмыс істеп жатқан халықтың ішіндегі жасты ұзарттыңыз дедім сіз. Иә. Маған 70-ке жақындаған адамдар келеді. Мен ол кісіні алмайын дедім. Бірақ ол кісі балам сізбен жұмыс істейін деді. Жақсы дедім. Қазір алғысы шексіз. Ол кісі демек өзінің балаларына қандай энергия беріп жүргенін түсінді. Сізде тұрады. Баланың болашағы сіздің түйсігіңізде тұр. Өйткені сіз тірісіз. Осы жерде жүрсіз. Сізге Алла тағала не берді? Мүмкіншілік берді. Жарық дүниеде тұрсын қарап. Сен өткізбей тұрсың ештеңе. Сен бере алмай тұрсың. Сен энергияны өткізе алмай тұрсың. Балаң ол сенсіз ештеңе істей алмайды ол. Осы ретте ата-ана қандай энергия беріп жүргенін қалай түсінеді? Энергияны да біз оң теріс деп бөлеміз бе? Енді ол адамда реально, давайте қарайық өмірге. Балаң сенің бақытты болып жүрсе, балаң сенің жұмысы жүріп тұрса, оның ақшасы көп болса, ол өзінің ойындағысын жүзеге асырып жүрсе, энергия жүріп тұр деген сөз. Ал егер сенің балаң ештеңе таба алмай жүрсе, ол наркоман алқаш болатын болса, ол айырылысып анау бәленбай келін алып сені мыңға қыртып жүрсе, онда сен басқа энергия беріп жатсың. Өмірде мен жұмыс істеген кезде айтамын, мен түйсігімді ашам, мен өмірімді өзгерткім келеді деп маған келеді. Мен давайте реально жұмыс істейік деймін. Сіз қандай мәселе шеше алмай жүрсіз нақты өміріңізде? Не шешілмей жүр? Ол қайталана береді. Ол 10 жылда бір келіп кетіп сізді кедергі болып жүр. Или ойыңыз бар бір. Іске асыра алмай жүрген. Асырғыңыз келеді, бірақ асыра алмайсыз. Давайте реально жұмыс істейік. Мен әр адаммен реально мына өмірде жұмыс істеймін. Оның бағдарламасын өзгерткен кезде соған қатысты проблемаға ол проблема шешіле бастайды. Бірінші түйсікте шешіледі. Екінші ана дүниеде шешіледі. Сабағыңыз түйсікте жатыр.
егер адамның өмірі қайталана берсе, Мгм. оның түп тамыры бала күнде жатыр ма? Әрине. Адам жаңа айттық қой, сағат 7 жасқа дейін біздің түйсігіміз қалыптасады. 7-ден 14-ке дейін адам тұлғасы қалыптаса бастайды. Ал 14-тен 21 жасқа дейін адамның қарым қатынасы қалыптасады. Осы уақыттарда. Сен 14 жастан 21 жасқа дейін не істедің? Қайда болдың? Сен қарым қатынасың соған байланысты болады. 14 пен 21. 14 пен 21. Ол сен 21 жасқа дейін сен уже бір азамат болып қалыптасасың ғой. Сонан кейін барып уже өмірдегі орныңды іздей бастайсың дейді. Не істеуің керек, немен айналысуың керек. Сенің әке шешең, допустим, басқа біреулер миыңа құйып жіберді. Осы жақсы, мынау жаман деп. Болды ғой, кетті ғой ары қарай. Сіз бір сөзіңізде айтқан едіңіз, бала тәрбиесі бұл жай ғана тәрбие емес, бұл ұрпақтан ұрпаққа өтетін ішкі бағдарлама деп. Иә. Осыған тоқталып өтсек. Тағы да келейік менің жұмысыма. Мен жұмысты неден бастаймын? Сіздің реальный өміріңіздегі проблемадан бастаймын. Не шешілмей жатыр? Анықтайық. Анық қанығына жетейік. 99% проблема адамның жатырында біткен рухтан басталады. Мен терең жұмыс істеймін. Мен сол жердегі шешесінің күйін өзгерткен кезде баланың тағдыры өзгере бастайды. Біз анау көрінбейтін жіппен байланып тұрамыз, тегімізбен. Сіздің қазір әкеңіз бар ма, шешеңіз бар ма? Проблема сол жақта тұрады. Сіз ол ауыртпашылықты не істейсіз? Алып жүрсіз. Оны өмірде шеше алмай жүрсіз. Бірақ сізде де мүмкіншілік бар шешуге. Әке шеше сізде. Бір кешірім сұраймын, сөзіңізді бөлсем. Дәл сол проблеманы, ауыртпашылықты көтеріп жүрген азамат тек қана әке шешенің ауыртпашылығын көтере ме, жоқ әлде оның бала шағаның да ауыртпашылығын ала ма өзімен бірге? Жан келді. Жарық дүниеге. Текке келді. Тектің несіне келеді ол? Бағдарламасына келеді. Тек осылай өмір сүріп жатыр. Жан келіп кірді. Тектің проблемасына алды. Жаманында, жақсысында. Таныды. Көрді. Байқады. Жақсысын алды, жаманын анықтады. Өзіне, бойынан өткізді. Бойынан өткізген кезде жан босайды. Жан шығады бүйтіп. Ол текке байланысты болмайды енді. Ол жан мына кеңістіктің заңымен жұмыс істей бастайды. Ол кезде адамның несі жұмыс істей бастайды? Рухы жұмыс істей бастайды. Мен айттым ғой, сана ештеңеге байланбау керек. Қарым қатынасқа, дүниеге, ақшаға, қалған дүниелерге. Ал сол бағдарламаны сіз тану үшін келесіз. Жан сол үшін келеді. Содан босаған адам бақытты адам. Маған келген адам тағы да айтып өтейін, заранее бақытты адам. Сізді іздесе әлеуметтік желіден табады. Қазақстанда бір-ақ адам бар. Иә. Ол менмін. Түбегейлі терең жұмыс істейтін. Келіңіздер, жазылыңыздар. Уақыттарыңызды өткізбеңіздер.
тамаша. Қадірменді ағайын, сіздермен болған сана трансформаторы Руслан Ахметов және кәсіби журналист Арман Құдайберген. Руслан мырза, осыдан бір 10 шақты жыл бұрын ғой деймін, қателеспесем, айтуға оңай деген хабар дүркіреп тұрды Қазақстан ұлттық телеарнасында. Марқұм Бейсен ағамыз Құранбек жүргізетін, біз студент шақта сол хабарға барып, көрермендер арасында отырып, тәжірибе жинақтадық сол кісілерден. Хабарға бір күні Омар Жалел ағамыз келіп, сол айтуға оңайға қарекет деген атау берді. Сол күннен бастап хабар айтуға оңай емес, қарекет деп аталып эфирге шықты. Жалпы біздің жаңа студияның бұл жаңа сана хабары етін деп өткен шақпен айтып отырмын. Сіз сана бағдарламасы деген атау ұсынып отырсыз. Сіздің ұсынысыңызды біз қабыл алып, бүгіннен бастап бағдарламамыздың атауын сана бағдарламасы деп атадық. Енді тағы бір айтып өтетін, менің осы подкаст тыңдап жүрсіздер, бауырым үлкен үлес қосып жатыр қазақтың санасының дамып өсіп өнуіне. Жаңа студия деген атын жаңа ұсыныс жасадым, сана студиясы деп айтыңыздар. Мына біздің санамызды ашамыз, халыққа қалай көмектесем, халыққа не берем, не қоям, қалай көмектесем деп жүрген азаматтар болатын болса, Арман бауырымызға келіңіздер. Бұл бүгіннен бастап сана студиясы деп аталады. Сана студиясының жолы ақ болсын, табысы көп болсын. Әмин. Көп рахмет сізге.